Сәлем достар. Бүгін Алиэкспресстен алған заказымды көрсеткім келеді. Міне, алмазные вышивки. Осындай сурет алдым. Екі түрін квадрат түрін алсаңыз болады, или дөңгелек түрін алсаңыз болады. Осы сатушыда көптеген суреттер бар. Өлшемі әртүрлі, міне, қарасаңыз болады. Ссылкасын астына қалдырам. Товардың астына. Енді товарды ашып көрейік. Посылкамда. Қорапша салып жүрді. Өте ыңғайлы. Алмаздарымызды ішіне сатпамыз. Продавецтен сыйлық. Ашып көрейік. Міне алмаздарымыз. Түрлі түсті. Сыйлығы өте керемет болып шығады, егер де істесеңіз. Егер болмаса, келесі видеода көрсетейін. Үкі. Қандай жануар? Бір түлкі өбірік. Қоян. Ол. Кірпі. Күнгейдей бар. Балдарға өте керемет. Балдарды сыйлады. Кішкентай. Осындай шу. Атасы наурычкасы на пинцета. Оны келесі видеода көрсетейін. Ластик. Айта кетерім. Тағы да бір сыйлық. Onda көрсеткенім. Қолымнан істедім. Мына қызылын сіңілім істеді. Кішкентай. Жаңа айтқандай, кішкентай балдарды сыйлады. Әртүрлі бірлоктар істеуге болады. Әдемі. Нарычканы айтып кетейін. Қалай істейді? Жаңа ластикті тегіз қыстырып бітіп, алмаздарымыз жабысады. Одан кейін жаққа жабыстай бересің бітіп. Өте әдемі керемет бөштік бар. Ол сат жабысқан. Алмаздарымыз өте әдемі болып шығады. Тағы да бір сыйлықтардың бірі. Менің таңдағандығым өте керемет. Не алмаздарымыз. Осы нөмірі арқылы алмаздарымызды жабыстырамыз. Нөмірлер бар бетінде көрсеңіз, егерде көріп тұрса. Осы арқылы жабыстырамыз көзімізге.
Енді басты жұмысымыз міне. Алған жұмысым міне. 30-30 сантиметр. Артын үсти. Өстіп кілеленіп тұрады. Ашып, өстіп кілелеуге болады. Міне, алмаздарымызды өсір. Біз кілелеміз соны. Келесі видеода үйретерім. Егер қызық болса. Нумерация арқылы міне табасын алмаздарымыз қайқай келелеу керек. Ұнаса лайк басамыз. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.